Ливерпуль феномені бұл тек футбол ғана емес. Бұл тарих, үздік ойын үлгісі және миллиондаған жанкүйерлердің адалдығы. Клуб шабуылға басымдық берген футболды насихаттай. Мерсисайдтар қалайша дағдарыстарға төтеп беріп қайта жеңіс шыңына шықты. Ливерпульдің басқа командалардан ерекшелігі неде? Бүгін біз қызылдардың өткеніне, бүгініне көз жүгіртіп, болашағына қатысты пікір айтамыз. Видеоны соңына дейін қарап, өз ойыңды білдір. 1892 жылы Ливерпульдің негізі қаланды. Көп ұзамай команда Англия футбол лигасына қосылып, нық қадаммен алға баса бастады. Осы уақытқа дейін мерсисайдтар 6 мәрте чемпиондар лигасының жеңімпазы атанған, 3 рет УЕФА кубогын иеленді. 2019 жылғы клубтар арасындағы әлем чемпионы, 19 мәрте Англия чемпионы және басқа да жетістіктер бұл команданы аңызға айналдырды. Ливерпуль туралы айтқанда Билл Шенкли, Джо Фэган, Робин Беннет, Боб Пейсли және Кенни Далгишті атап өту маңызды. Олар аңызға айналған Бутрум бөлмесінде клубтың ойын стратегиясын құрды. Дәл осы бөлмеде 1960-1990 жылдары команданы жеңістерге жетелеген түрлі ойлар айтылып, жаттықтырушылар тарапынан шешімін табуы тиіс мәселелер талқыланды. Клуб өкілдерінің басын қосқан бұл бөлме 1884 жылы салынған Ливерпульдің Энфилд стадионында әлі күнге дейін бар. Сондай-ақ Ливерпуль туралы сөз қозғағанда клуб аңыздары Майкл Оуэн, Стивен Джеррард, Фернандо Торрес, Луис Суаресті еске түседі. Олардың әрқайсысы әлемдік футбол мұрасының бір бөлігіне айналды. Қызықты факт, бүгінде киімнің түсіне байланысты команданы қызылдар деп те атайды. Алайда құрылған алғашқы жылдары футболшылардың жейдесі көк пен ақ түске боялған екен. Ливерпульдің феномені тек ойыншыларында ғана емес, қолдау көрсетіп жатқан жанкүйерлерінде. Футбол десе ішкен асын жерге қоятын олар Энфилд стадионынан бастап өзге алаңда клубқа деген адалдығын бүкіл әлемге паш етіп үлгерді. Ливерпуль миллиондаған фанаттарды біріктіреді. Оны премьер-лигадағы матч немесе чемпиондар лигасының ойыны барысында стадиондағы атмосферадан білуге болады. Олар әрқашан командамен бірге. Атаңызға айналған Энфилд стадионы өзге ареналардан ерекше. Мұнда өткен әрбір матч тартыс пен қызыққа толы қойылымға айналады. Ал сен ешқашан жалғыз болмайсың әні тек Ливерпульдің емес, бүкіл футбол мәдениетінің символына айналды. Стадионда қарсылас команданың ойыншылары мінберден келген қысымды сезінеді, ал алаң қожайындары жанкүйерлерінің шексіз қолдауынан қуат алады. Бұл ерекше атмосфера Ливерпуль феноменінің ажырамас бөлігі. Бір кездер ұзақ уақыт бойы ірі жеңістерге жете алмай қалған Ливерпуль Юрген Клопптың басшылығымен қайта жанданды. Ол клубқа 2015 жылы келді. Неміс бапкері жылдамдыққа, түрлі комбинациялар мен техникаға негізделген ойын үлгісін әкелді. 2019 жылы чемпиондар лигасындағы жеңіс және 2020 жыл көптен күткен премьер-лига титулын алу қызылдарды футбол әлемінің шыңына қайта шығарды. Бүгінгі таңда Ливерпуль жаңа жетістіктерге қол жеткізіп келеді. Юрген Клопп кеткеннен кейін көпшілік бұл клубтың дағдарысқа ұшырайтынын болжаған еді. Бірақ Арне Слоттың жетекшілігімен мерсисайдтар бұл болжамды жоққа шығара білді. Қазір Ливерпуль премьер-лигада және чемпиондар лигасында да көш бастап келеді. Ел чемпионатының кезекті матчында қызылдар Ипсвич аяқдопшыларын 4-1 есебімен тізе бүктіріп, ұпай санын 53-ке жеткізді. Ливерпульдің кезекті қарсыласы 7-ші сатыда келе жатқан Борнмут болмақ. Ойын сырт алаңда 1 ақпанда өтеді. Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк, Луис Диас пен Диаго Жота сияқты дарындар жаңа кезеңнің көшбасшыларына айналды. Арне Слот шабуылға басымдық танытқан футбол философиясын клубқа қайта келіп, оны заманауи тактикалармен ұштастыра білді.
Бүгінгі таңда Ливерпульдің әр матчы тартысқа толы үздік ойын өрнегін сыйлайтын спектакль сыңайлы. Оны бүкіл әлем асыға күтіп тамашалайды. Жетістікке жетудің жолы оңай болмайтыны анық. Ливерпуль түрлі сынақтарды бастан өткеруде, басқа да үздік клубтармен бәсекеге түсіп, жанкүйерлердің үмітін ақтауға тырысуда. Команданың болашағы тұрақтылық пен ұзақ мерзімді стратегияға байланысты. Егер Ливерпуль жастарға инвестиция салуды жалғастырып, өз ойын үлгісін сақтап қалса, ұзақ жылдар бойы әлемдегі ең үздік футбол ұжымдарының қатарынан көрінуге барлық мүмкіндігі бар. Ливерпульдің феномені футболмен ғана шектелмейді. Бұл табандылық, ойынға деген махаббат және өзін үнемі жетілдіруге деген ұмтылыс. Ал сіз қалай ойлайсыз? Қазіргі Ливерпульді ерекше ететін не? Пікірлеріңізді қалдырыңыз, лайк басыңыз және арнаға жазылыңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар ағайын.